Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет үй жағдайында жасалынатын қолдың жайма қамырынан пельмен тағамын көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Жандағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті керемет жаңа рецептер шығады. Яғни біз пельменнің алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырына қажетті заттар, яғни ұн, бізге су, тұз және де бір жұмыртқа қажет. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне суымызды, тұзымызды салып, кішкене араластырып жібереміз, тұзымыз еру үшін. Және де ұнымызды сала отыра жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бізге пельменнің қамыры қатты болу қажет емес, орташа тығыздықта болған дұрыс. Осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Мінекей осындай орташа тығыздықта қамыр шықты. Енді бұны пакетке салып, немесе илеген ыдысымыздың астына 20 минутқа тындыруға қоямыз. Тындыруға 20 минутқа қойған дұрыс, себебі қамырымыз жақсы, өте керемет жайылатын болады. Енді осы аралықта біз пельменнің арасында салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына қажетті заттар: ет тартқыштан өткізілген ет қажет, және де пияз, татымына қарай бұрыш, тұз қажет. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Мен салмамның мөлшеріне қарай осындай үлкен бір бас пияз жетеді. Егер де сіздерде салмаларыңыз көп болатын болса, онда осы ингредиентті 2 есе көбейтіп, немесе кішкене азайтып жасауыңызға болады. Яғни өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Менге салмам орташа болғандықтан осындай бір үлкен бас пияз жеткілікті болды. Осылай пиязымызды пышақтың көмегімен майдалап турап шығамыз. Видеода көріп тұрғаныңызда өте майда қылып тураймыз, себебі пельменнің ішіне үлкен пияз болғаны қамырымызды жыртып жібереді, және де кедергі келтіретін болады. Сондықтан осылай майдалап турап шығамыз. Турап болған пияздарымызды ет тартқыштан өткізілген етіміздің үстіне салып, және де татымына қарай тұз, бұрышымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араластырып болдық. Енді келесі кезекте қамырымызды ашып жаятын боламыз. Қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп алдық. Осылай қолымыздың көмегімен домалақтап, зола жасап, бір бөлігін қойып, екінші бөлігін қолымыздың көмегімен кішкене шет-шетін баса отырып, қолымыздан басып шығамыз, себебі бізге жаюға оңай болады. Осылай енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Бізге пельменнің қамыры өте жұқа және қалың болмауы тиіс, орташа тығыздықта болу керек. Мінекей осылай оқтауымыздың көмегімен жақсылап қамыр жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болдық. Осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды жинап алдық. Енді қамырымызды осы саусағымыздың 4 елдегі шамада сондайда кесіп аламыз. Бір бөлігін кесіп алып, немесе сол бөлінген бір бөлігін келесі қамырлардың бетіне қойып, бір келке шығу үшін осылай жасауға да болады. Яғни мен көз мөлшерімен кішкене осы 4 саусағымның шамасындай қылып кесіп шықтым қамырларымды. Осылай 4 бұрышты болып, кішкене көлемде қылып кестім. Енді қамырларымызды осылай жая отырып, арасына салмамызды салып шығамыз. Салмаларымызды салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қарапайым түрде пельмендерімізді түйіп шығамыз. Барлығын солай түйіп шығамыз. Түйіп болған пельмендерімізді осылай бір ыдысқа салып қоямыз. Яғни суымыз қайнағанша, және де пельменімізді толық түйіп шыққанша осылай салып қойғанымыз дұрыс болады. Мен осылай салып қойдым дегендерге, осылай барлығын түйеміз. Оған дейін бетіне жағатын подливасын дайындап аламыз. Яғни кішкене табаға май құйып, үстіне пиязбен қызанақты жақсылап қызартып қуырып аламыз. Яғни біздің пельменіміз әдемі көріну үшін, және де қамырларымыз бірін-біріне жабыспау үшін осылай подлива қолданған дұрыс. Егер де бұны дұрыс ұнатпайтын болсаңыздар, яғни қолдың сарымайын тұшытып та жағуға болады. Мен осылай пиязбен қызанақты қолдандым. Осылай қызарғанша жақсылап қуырып, қызанағымыздың суы шыққанша бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Мінекей бізде подливамыз дайын. Осылай алдын ала дайындап алдық. Енді келесі кезекте қайнап тұрған қазанымызға тұз саламыз, 2 ас қасық. Яғни пельменіміз дәмді болу үшін.
Қайнап тұрған суларымызға пельмендерімізді салып, барлығын салып пісіріп аламыз. Яғни 20-25 минут аралықта қақпағын жауып қайнатып пісіреміз. Яғни таза пісуі үшін осылай барлығын салып пісіріп аламыз. Мінекей 25 минут өткеннен соң қамырымызды дайындап алдық. Өте керемет, дайын болып шықты тағамыз. Таптырмас кешкі асқа тойымды, дәмді, керемет, күшті тағам. Сіздерге жасауға кеңес берем. Өте керемет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.